Сәлем достар, менің каналымда сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін сіздермен бірге шоколадты брауни тортын пісіретін боламыз. Брауни торты шын мәнінде өте жұмсақ болып піседі. Қамыры прям ауызда еритін болып, әдемі болып шығады. Бізге керек заттар: жұмыртқа, айран, ұн, какао ұнтағы, шекер, пісте май және де сода. Ең алдымен ыдысымызға ұнды осылай електен өткізіп аламыз. Ұнның үстіне какао қосып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Енді айранға соданы қосып араластырып бір шетке қоя тұрамыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқаларды, құмшекерді және пісте майды қосып жақсылап тұрып миксермен араластыратын боламыз. Осылай біркелкі араласқан соң, бағана дайындап қойған айранымызды құйып, тағы да бір миксермен шайқап аламыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізге жұмыртқалы массамызды құйып, біркелкі болғанша әбден араластырып аламыз. Соңында бізде осындай шоколадты сұйық қамыр шығу керек. Қамыр тым сұйық деп уайымдамаңыздар. Ол ортасы барлығы пісіп шығады. Мен мына жерде кальцоны қолдандым, астына фольга төседім. Сіздер кез келген 24 диаметрлік формаңызға салып пісіре бересіздер. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 180 градуста 30-35 минутта пісіп шығады. Ал пирогымыз дайын болғанша бетіне құятын шоколадты глазурьді дайындаймыз. Ол үшін 60 грамм шоколадқа 40 грамм сары майды қосып, микротолқынды пеште ерітіп аламыз. Міне біздің пирогымыз да дайын болды. Пирогты формасынан алынмай, бөлме температурасында жарты сағаттай суытып аламыз. Пирог толықтай суыған соң ғана фольгасын алып, пышақтың көмегімен шет-шетін осылай ажыратып аламыз. Енді пирогтың үстіне бағана дайындап қойған шоколадты глазурьді құямыз. Өз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Мен грек жаңғағын езіп, бетіне сеуіп шықтым. Кез келген жаңғақпен, я болмаса жеміс-жидектермен де әрлесеңіздер болады. Бұл енді өз фантазияларыңызға байланысты. Достар, менің каналыма лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де қоңыраушаны басып, все дегенді таңдасаңыздар, менің жаңа видеоларымды сіз бірінші болып көретін боласыз. Менде пирог тоңазытқышта 1 сағаттай тұрды. Енді сіздерге ортасын кесіп көрсетейін. Достар, алдағы уақытта менен қандай видео рецепттер күтесіздер? Соны да комментария жаза кетіңіздер. Мен үшін ол өте маңызды. Пирогтың ортасы өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Менің балаларыма да және жолдасыма да бұл пирог өте қатты ұнады. Сіздер де өз жақындарыңызды осындай тәттімен қуантыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.